Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Достар, бүгін біз жүрілген көліктерді түсіретін боламыз. Бұйыртса, бұлардың саны өте көп. Бізбен бірге болыңыздар. Біз бастаймыз. Ендеше бірінші көліктен бастайық. Бұл бізде Hyundai Elantra. Соңғы моделі қателеспесем 2018 жылғы. Көлік 65.000 км жүрген екен. Қозғалышының көлемі 1.6 автомат. Іші матадан жасалған, жалпы жақсы жағдайда. Бағасы 7.560.000 теңге. Келесі бізде Lada Granta. Lada Granta сұр қара жасылмен сұр қосқан. Абай. Іші матадан жасалған, механикада. Көлік 2020 жылғы 18.700 км жүрген екен. Бағасы 4.090.000 теңге. Титанды дисктер емес, колпак кигізілген. Kia Rio. Жай дисклер орнатылған, бетіне колпак кигізілген. Сұр түсті, көліктің іші матадан жасалған, ескірген деп айтылмаймын. Жаңа болып тұр көлік. 2021 жылға 740 қана километр жүріпті. Қозғалышының көлемі 1.6 автомат. Бағасы 7.590.000 теңге. Яғни қанша тұратын білмеймін бұлардың нақты жаңалары. Бірақ жаңа десек болады, 7.590.000. Airbag, AUX, USB, полный электропакет, подогрев сиденья, круиз-контроль. Келесі бізде Toyota Camry 70. Титанды диск. Жалпы көлік өзі төмен негізі. Болғардан жасалған. Болғарысының жағдайы жақсы. 2018 жылғы 34.500 км жүрген екен. Қозғалышының көлемі 2.5 автомат. Бағасы 14.090.000 теңге. Hyundai Accent. 2015 жылғы рестайл ғой, 2014 соңғы, 2015-тер. Титанды диск ашып тұр негізінде, жарасы тұр. Іші матадан жасалған көліктің. 2014 жылғы 105.500 км жүрген, қозғалышының көлемі 1.6 автомат. Бағасы 4.950.000 теңге. Қара түсті, алдыңғы жетекті. Kia Rio. Жай диск орнатылған, бетіне колпак кигізілген. Көліктің іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. 2014 жылға 157.000 км жүрген. Қозғалышының көлемі 1.4 автомат. 1.4 қорғыр. Турбода емес қой. Седан шанағында. Алдыңғы жетекті, бағасы 4.590.000. Hyundai Accent. Титанды дисктер. Қара түсті. Кішкене отырғызылған екен. Жоқ, отырғызылмаған, екеуі бірдей. 2015 жылғы 97.000 км жүрген, 1.6 қозғалышының көлемі автомат. Алдыңғы жетекті, бензинмен жүреді, бағасы 4.860.000 теңге. Hyundai Accent. Екіншісі ақ түсті, 1.6 екен. Қозғалышының көлемі 2013 жылғы 101.000 км жүрген, 1.6 автомат, бағасы 4.890.000 теңге. Іші бұлғардан жасалмаған, яғни матадан жасалған. Жалпы жағдайы жақсы көліктің. Бірақ 5 миллион сәл қымбаттау екен де.
Кейін достар айтайын, 2015 жылғы емес, 2013. Міне, мынау 2014, 2015. Мынау 2015 емес. 2013 өткені мынау фараларынан айырмашылықты байқаймыз. Мынаяқта мындай, мынаяқта мындай. Volkswagen Polo қара түсті, жай дискілер орнатылған, бетіне қалпақ кигізілген. Мынау не үшін екен білесіздер ме, достар? Есікті ашқан кезде тиіп кетпес үшін бір жерде, біреудің дуалға тиіп кетпес үшін. Бірақ қорғай ма деген сұрақ. Қаншалықты қорғайды? Іші былғардан жасалмаған, іші матадан жасалған, жақсы жағдайда 2018 жылғы. 2018 жылғы болған өзінде 123.600 км жүріп тастаған екен. Қозғалышының көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетек бензинмен жүреді, бағасы 5.690.000 теңге. Мына қара түсті. Volkswagen Polo. Дәл солдай, бірақ алтын түсті. Мына жері сырылған, майысқан, жай дискілер, бетіне қалпақ кигізілген, іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. 2018 жылғы бұл да, бірақ 2,5 есе азырақ жүрген, 51.000 ғана километр жүрді. Қозғалышының көлемі 1.6 автомат, бағасы 5.960.000 теңге. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Келесі акциялық көлік бізде Lada Largus. Қара түсті, жай баллондар, бетіне қалпақ кигізілген. Іші матадан жасалған, жақсы жағдайда 2019 жылғы 85.000 км жүрген. Қозғалышының көлемі 1.6 автомат, емес механика. Бағасы бұл да 200.000-ға шегерілім жасалған екен. 5.090.000-нан 4.890.000-ға шегерілген бағасы. Евразиялық банкпен 129.060 айға алатын болсаңыз, бірінші миллион теңге құяста 4 жылға, 5 жылға 129.000-нан құят кестер, яғни қазір есептеп көреміз. 130.000 көбейтілген 60, 6 миллион 7.800.000. 8.800.000-ға түсетті сонда. 3 8.817, 70, 15, 18%-пен жылына. Келесі Lada Granta. Lada Granta жай дискілер, бетіне қалпақ кигізілген, іші матадан жасалған, ескірмеген қатты. 2020 жылғы бар болғаны 8.200 км жүрілген. Қозғалышының көлемі 1.6 механикада, бағасы 4.340.000 теңге. Шегерілген, бағасы 4.140.000 теңге. 200.000 теңгеге шегеріліпті бағасы. Ақ түсті. Бірақ қателеспесем, бірақ бұлар 2020 жылға. 2020 жылы Абайдың 175 жылдығына арналған Lada Grantалар сатылған тұғын. Олардың бастапқы бағасы механикадағы 2.900.000, 2.890.000 теңге болған. Ал мыналар қазір 4.140.000-нан сатылып отыр. Хотя новый емес. Nissan X-Trail титанды диск жылтырап тұр. Үстінде люгі бар, панорама. Көліктің іші матадан жасалған. Матама билурна. Жоқ, матадан жасалған. 2016 жылғы 87.000 км жүрген. Қозғалышының көлемі 2.0 автомат. Толық жетекті, бағасы 9.610.000 теңге. Kia Rio сұр түсті. 2019 жылғы 28.500 км жүрген. Қозғалышының көлемі 1.6 автомат. Алдыңғы жетекті, бағасы 7.190.000 теңге. Kia Rio'ның жаңасы қанша тұратын еді өз? Мына жақта бізде еще 28.000, почти 29.000 км жүрген. 7.200.000-ға Kia Rio. Жаңасын бағасын көреміз. Hyundai Accent. Титанды диск емес, жай дискі, бетіне қалпақ кигізілген. Іші матадан жасалған, қатты ескірмеген. 2019 жылғы 37.000 км жүрген екен. Қозғалышының көлемі 1.6 автомат.
Алдыңғы жетекті бағасы 6 миллион 290 мың теңге. Ерекше түсті көк. Hyundai Accent титанды диск. Жалпы іші матадан жасалған. 2019 жылғы 35 мың километр жүрген, қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Бағасы 6 миллион 690 мың теңге. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Сұр түсті екен. Міне қараңыздар. 6 миллион 690 мың теңгеге Hyundai Accent. Келесі бізде Volkswagen Polo. Қалпақ кигізілген. Жалпы көліктің іші матадан жасалған. 2012 жылғы 235 мың километр жүрген, 1.6 механикада, бағасы 3 миллион 590 мың теңге. Өзім есімде кейбір машиналарда 93, 94, 90 жылғы машиналарда 400 мың пробегті, мына жерде соның жартысынан көбі 2012 жылғы болса да жартысынан көбі жүріліп тастаған. Hyundai Accent тағы да біреуі, жаңағы 6 миллион 700 болған еді, мынасының бағасын көрейік. Іші матадан жасалған, бұл да автоматта. 2018 жылғы 54 мың километр жүрген, 1.6 автомат, бағасы 6 миллион 480 мың теңге. 210 мың теңгеге арзан екен, алдыңғы жетекті. Volkswagen Polo алтын түсті, бетіне қалпақ кигізілген баллондарының. Жалпы іші матадан жасалған, кішкене шаң болғаны, кір болған көрініп тұр, бірақ тазалаған химчистка жүргізілгені. 2019 жылғы 35 мың километр жүрген, бізде 1.6 қозғалыштың көлемі автомат. Алдыңғы жетекті, бағасы 6 миллион 690 мың теңге. Астарына жаза кетіңіздер, достар. Сіздер осы 6,5 миллион теңгелеріңіз болса қолдарыңызда. Осындай Volkswagen немесе Accent'тің жаңасы емес, енді 2019-2020 айдалған көліктерді алатын бездер, немесе Toyota Camry 45-тікті 40 рестайлды алатын бездер. Ойларыңыз жаза кетіңіздер. Менің ойымша 45 дұрыстау сияқты Toyota Camry. Toyota Camry 50-лік, Toyota Camry 50. Енді сырылған жерлері бар екен. Сарғайып кеткен титанды диск. Көліктің іші матадан жасалған, яғни 2012 жылғы 159 мың километр жүрген. Қозғалыштың көлемі 2.5 автомат. Бағасы 8 миллион 790 мың теңге. 8 миллион 800 мың теңгеге. Мынандай нәрселер бар еще. Майысқан. Идеал жағдайда емес та. Менің ойымша 8 миллион 800-ге идеальный жағдайдағы 50-лікті алуға болады. 8 миллионға даже. Toyota Corolla. Титанды диск. Жалпы көліктің іші матадан жасалған, 2018 жылғы 60 мың километр жүрген екен. Қозғалыштың көлемі 1.6 автомат, қалаға идеалды көлік. Бағасы 7 миллион 990 мың теңге. Бірақ бағасы идеалды емес. 8 миллион теңге екен. 50-лікпен бағасы почти бірдей. Жылы жаңалау. Ал Toyota Camry 55 титанды диск. Жалпы көліктің іші былғардан жасалған, 2015 жылғы 70 мың километр жүрген, қозғалыштың көлемі 2.5 автомат. Комплектациясы N4, яғни N4 емес, R4. Себебі рульде ағаш емес. Байқап тұрғанымыздай. Көліктің қозғалыштың көлемі 2.5 автомат, бағасы 10 миллион 490 мың теңге. R4. Кредитке бөлген кезде қанша шығатыны. Первоначальный взнос 32% қояды кез. Жалпы соммадан 10 миллион 500-ден. Және 7 миллион 133 мыңды 60 айға бөлген кезде 232 мыңнан түсеткен. Яғни сіздер 7 миллион 133 мың үстіне банктың 18-20% пайызын үстемесін қосыңыздар.
и соны 5-ке көбейтіңіздер, себебі 60 ай дегеніміз ол 5 жыл. Егер 48 ай десеңіздер 4-ке көбейтесіздер, яғни сөйтіп есептейсіздер. 232 мыңнан сөйткен. Kia Rio X-Line қалпақтар кигізілген. Көлік 2020 жылғы 24 мың километр жүрген. Қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Іші матадан жасалған. Кейбір жерлері целлофандары шешілмепті анау. Ременде тағатын жерінде. 7 миллион 640 мың теңге сұрап тұр екен бағасына. Универсал кузовында. Хэтчбэк емес, универсал кажется. Kia Rio'ның седан кузовында қалпақтар кигізілген. Көлік 2020 жылға 17.300 километр жүрген. Қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Бағасы 7 миллион 490 мың теңге. Іші матадан жасалған. Кейбір пленкалары шешілмепті. Жүргізуші жақтың пленкасы. Қорғаныш белбеуінің пленкасы шешілген. Сұр түсті. Шкода Октавия титанды дисктер универсал шанағында. Көліктің іші матадан жасалған. 2019 жылы 27.180 км жүрген. Қозғалыштың көлемі 1.6 автомат. Бағасы 9 миллион 975 мың теңге. Алдыңғы жетекті. Жалпы 9 миллион 975 мың. Келесі көлік бізде Mazda титанды дисктер. Яғни Mazda 6 2013 жылға 165 мың километр жүрген. Қозғалыштың көлемі 2.0 автомат. Бағасы жалпы 7 миллион 390 мың теңге болған екен. 7 миллион 90 мың теңгеге деп жазылып тұр. Алдыңғы жетекті бензинмен жүреді. Жалпы келесі көлік бізде Toyota Camry 70-тік. Обвесті көрдіңіздер ма, губасының астындағы. Негізі сынбау керек деп айтады. Жалпы ілініп тұр. Несі жабылып қапты. Жалпы көліктің іші қапталған. Көлік 2018 жылға 51.600 км жүрген. Қозғалыштың көлемі 2.5 автомат. Іші былғардан жасалған екен, қара түсті. Бағасы 12 миллион 890 мың теңге. 12 миллион. Қателеспесем 13 миллионға 2.5 Toyota Camry 70-тік алуға болады. Бірақ іші велюрдан жасалған болады. Достар, шығарылымды соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Бізбен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.